Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен кезекті футбол жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Де Йонгтың агенті 3 клубпен келіссөздер жүргізуде. Тер Штеген Барсадан кетеді. Холландтың трансфері 250 миллион еуроны құрады. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі видеода. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Де Йонгтың агенті 3 клубпен келіссөздер жүргізуде. Инсайдер Адриан Грен Де Йонгтың агентіне бірнеше клубтан ұсыныс түскенін айтты. Қазіргі уақытта ойыншыға Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед және Бавария қызығушылық танытып отыр. Футболшы Барселонадан мүлдем кеткісі келмейді. Бірақ Барсаға 70 миллион еуродан асатын ұсыныс түссе, ойыншыны сатуға дайын. Бельгиялық жартылай қорғаушы Аксель Витсел осы маусымдың соңында Дортмундтық Боруссиядан кетеді. Бұл туралы Боруссияның бас бапкері Марко Розе хабарлады. Тараптар жақын арада мерзімі бітетін келісімшартты ұзартпайды. Аксель МЛС-ке кететін болады. Эрлинг Холландтың Манчестер Ситимен келісімшарты бойынша сату сомасы 150 миллион еуроны құрады. Келісімшарт 3 маусымнан бастап күшіне енеді. Жалпы алғанда Холландтың келісімшарты Ситиге норвегиялық шабуылшының жалақысын қосқанда шамамен 250 миллион еуроны құрады. Боруссия Дортмунд үшін Холланд 88 матчта 85 гол соғып 23 нәтижелік пас берді. Барселона сатылатын ойыншылар тізімін жасады. Каталондық Барселона алдағы жазда 6 ойыншыдан басқа кез келген ойыншылармен қоштасуға дайын. Олардың қатарына Эрик Гарсия, Рональд Арахо, Педро, Гави, Ферран Торрес және Ансу Фати бар. Бұл ойыншылар мүлдем сатылмайды. Фрэнк де Йонгқа келетін болсақ, Барса ол үшін Манчестер Юнайтедтен 60 миллион еуро сұрап отыр. Қазіргі уақытта Барселона Ла Лига кездесінде 2-ші орында келеді. Бавария Поль Погбаға қызығушылық танытып отыр. Клуб ойыншының қаржылық талаптарын қарастыруда. Бавария французға ұзақ мерзімді жақсы келісімшарт ұсынуға дайын. Әзірге Погбаға негізгі үміткерлер Ювентус пен ПСЖ деп аталады. Француздың өзі қазір үнсіз. Погба осы жазда Манчестер Юнайтедтен еркін агент ретінде кетеді. 29 жастағы ойыншы Олд Траффордта 5 маусым өткізді. Барселонада жақын арада үлкен трансферлер орын алмақшы. Марк-Андре Тер Штеген клубтан кетуі мүмкін. Барселона команданың қаржылық жағдайын тұрақтандырғысы келеді. Дегенмен бұл трансфер клуб басшылығының немістің ойынына көңілі толмауымен де байланысты. Статистикаға сәйкес қақпашы чемпионаттағы ең жоғарғы жалақы алатынына қарамастан, Ла Лигада үздік қақпашылардың ондығына да кірмейді. Тер Штеген Фрэнк де Йонгпен бірге сатылады деп күтілуде. Басқа негізгі ойыншылар сатылмауы мүмкін. Каталондық Барселонаның қорғаушысы Эрик Гарсия оң қолының бас бармағын жарақаттап алды. Эрикке операция жасалу қажет, деп хабарлады Блаугранданың баспасөз қызметі. Болжамды алаңға оралу уақыты әлі жарияланған жоқ. Эрик Гарсия осы маусымда Барселонаның сапында 35 ойынға қатысты. Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы Рахим Стерлинг басқа чемпионатқа ауысқысы келеді. Ойыншы келісімшарт аяқталғаннан кейін қалалықтар сапынан кете алады. Футболшының Арсенал мен Тоттенхэмнің оған деген елеулі қызығушылығына қарамастан, Испания немесе Италия клубтарының біріне ауысуы мүмкін. Стерлингтің клубпен қазіргі келісімі 2023 жылдың жазына дейін. Ойыншының трансферлік құны 85 миллион еуроны құрайды. Стерлинг осы маусымда 46 ойынға қатысып, 17 гол, 8 нәтижелік пас берді. Англияда Лингардқа үміткерлер пайда болды. Манчестер Юнайтедтің шабуылшысы алдағы трансферлік терезеде Вест Хэмге ауысуы мүмкін. Ойыншы лондондықтарға еркін агент ретінде қосылады. Лингардтың Манчестер Юнайтедпен қазіргі келісімі 2022 жылдың жазына дейін. Ойыншы команданың қазіргі бапкері Ральф Рагниктің жоспарында жоқ. Лингард өткен маусымда Вест Хэм сапында жалға ойнаған болатын. Ойыншы осы маусымда Премьер-лигада 16 ойын өткізіп, 2 гол соқты. Виктор Осимхен осы маусымда Арсеналға қосылмайды. Футболшы Наполиде әзірге оған бәрі ұнайтынын айтты. Басқа клубқа ауысуды ойыншы мүлдем қарастырып отырған жоқ. Спалетти жоғары деңгейдегі менеджер. Ол өз қызметкерлерімен бірге менің дамуымды айтарлықтай жақсартуға көмектесті. Мен командада және осы жаттықтырушымен тағы бірнеше жыл боламын деп үміттенемін. Келесі маусымда Скудетто үшін таласамыз деп үміттенемін, деді Осимхен радиода берген сұхбатында. Осы маусымда Осимхен А сериясында 24 ойында 13 гол соқты. Астон Вилла Барселонамен шабуылшы Филипп Каутиньоны сату жөнінде келісімге келді.
Бұл ақпаратты инсайдер журналист Никола Шира бөлісті. Дереккөздің хабарлауынша Астон Вилла Каутиньо үшін 20 миллион еуро төлейді. Ойыншының Бирмингем командасымен келісімшарты 2026 жылдың ортасына дейін созылады. Айта кетейік, Каутиньо қазір Астон Виллада жалға ойнап жүр. Ол Астон Вилла сапында 15 матч өткізіп, 4 гол және 3 нәтижелік пас берді. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.